Hello children. Now let's start today's lesson, Edutainment 1. Қайырлы күн балалар. Бүгін біз бірінші модульді қорытындылаймыз, яғни білім беру 1. Бірінші модульде өткен барлық тапсырмаларға бүгін қорытынды жасап, бірінші модульді аяқтайтын боламыз. Сол үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Exercise 1. Benefits of learning of foreign languages. Why is it important to learn a foreign language? Use the list to tell the class. Can you think of more reasons? Яғни, шетел тілін оқудың пайдалары, соны сіз өзіңіз жауап беріңіз дейді. Сіз үшін пайдасы қайсы? Сіз не үшін оқисыз? Мысалға, ағылшын тілін не үшін оқисыз? Соны өзіміз белгілеп жазуымыз керек балалар. Can find a good job easier, яғни жақсы жұмысты оңай тауып алу үшін. Learn the culture of another country, басқа елдің мәдениетін, салт-дәстүрін үйрену үшін. Can study abroad, шетелде оқу үшін. Learn songs in other language, яғни басқа тілде ән айтуды үйрену үшін. Are able to communicate when you travel, саяхаттаған кезде, яғни сөйлесу үшін, араласу үшін. Can make friends from other countries, басқа елден дос табу үшін. Understand foreign movies better, яғни шетелдік киноларды жақсырақ түсіну үшін дейді балалар. Осының ішінен өзіміз сіз не үшін ағылшын тілін оқып жатырсыз, соны өзіміз таңдап жазуымыз керек бұл тапсырмада. Бұл өзіндік орындайтын тапсырма. Exercise 2. Do the quiz by completing the gaps, яғни сөйлемдерді балалар толықтыруымыз керек, бұл тапсырмада. Geography and science are school subjects, осылай толықтырып шығамыз. The both schools are in Bangladesh. Students in England must switch off their mobile phones during lessons. In Kazakhstan, students have to be in school by 8:30 a.m. In the Vitra telephone plan school, students do everything electronically. Балалар, осылай сөйлемдерді толықтырып жазып шығуымыз қажет. Next, exercise 3. Look at model 1 and write a quiz of your own similar to the one in exercise 2. Балалар, жаңағы екінші жаттығуға қарап, яғни сөйлемдерді бір сөзден қалдырып кетеміз, оны басқа достарымыз, қасымыздағы жұбымыз толықтыру қажет. Сол үшін солай өзіміз тапсырма жасауымыз керек, екінші жаттығуға ұқсастырып. Мен бір нұсқасын сіздерге қалдырдым, осыған қарап өздеріңіз де құрастырып жазсаңыздар болады. Exercise 4. Song. Listen and read the song. Which of these things in the pictures are in the song? Find 7 school subjects. Яғни балалар, оқуымыз керек, және де 7 пәнді табуымыз керек екен, және суреттерде төменде берілген оқу құралдары тұр, сол оқу құралдарының қайсы оқу құралы неде айтылған, әнде айтылған, соны жазуымыз керек балалар. Бұл қатты қиын тапсырма емес. Бірінші back to school, яғни әнін мұқият оқып шығуымыз қажет, Балалар, оқып шығып, тапсырманы толық орындап аяқтаймыз. Мен сіздерге өз нұсқамды қалдырдым, осыған қарап жазып алсаңыздар болады.